Достар, руға бөлінбеңдер. Руға бөлінбеңдер. Біз итак қазақ деген итак аз қалып қой. Еще руға енді кезінде не үшін бөлінген, манағы қан қосылып кетпеу үшін, манағы жеті ата не деген ғой енді. Енді руға ру берілген, ол бөліну, қазақ деген бөліну емес қой деген. Комментарийді бір-бірімен, менің видеомда, менің постымда комментарийді бір-бірімен қырылып жатыр ғой. Там Қабанбай Батыр деген қаяқтан шыққан, ол батыстан шыққан жоқ қой деген әңгіме ғой. Қазақтың бәрі мықты ғой, достар. Қазақ баласы, қазақ деген рухты да. Қазақ бәрі мықты. Бір-бірін қолдау керек, бір-бірін қолдасаңдар, мен батыстікімін, мен тек ұлы жүз, там кіші жүз, мен там орта жүз деп бөлініп керек емес та. Бары 20 миллион халық та, например, да еще бөлінесің. Например, шетелде, Қытайда бір жерде жүрсек, өз қазағымызды көріп қалсақ, андайда, бауырмашылық оянып кетеді да, барып араласып, общаться етіп, банағы сөйлескің келіп тұрады да. Бір қазақты көріп қалсаң да, например. Или там өзіңге ұқсайды, қырғыздарды көріп қалсаң, қырғыз қазақ бір туған дейді ғой. Жаны ашып барың келіп тұрады да, сөйлескің келіп тұрады да. Потом көресің да, жанында састарының өзің басқа ұлт жүр да. Сосын, достар, ұлтқа бөлінбеңдер. Қазақтар бір-бірін қолдандар, достар. Бір-бірін қолдандар. Қазақ қазақты қолдамағанда кім қолдайды? Ойлаңдар. Көре алмаушылық, интрига, піш-піш әңгіме алып тастаңдар, достар. Болмайтын әңгіме да. Одан өсектегеннен біз жақсы болып кетпейміз, наоборот. Қараңдар, өзбек қырғыздарды соперник бойда ұтылып қалады, таяқ жеп ұтылып қалса да, өліп батыр да, бір-бірін қолдап та комментарийда. Қырғыздың флагын, өзбектің флагын, Таджикистан флагтары жүріп отады да, ничего, келесіден мықты боласың деп қолдап отады да. Бізде деген тек артқа тарту ғой, тек артқа тарту, бір-бірін көре алмай ма? Ондайды қою керек қой, достар. Кішкене деген не болында шеш. Белый зависть болсын да, белый зависть. Қара зависті, черный зависть уберите вообще.